Сәлем достар, сіздермен бірге Незидолка арнасы. Бүгінгі видео бізде ауылдағы өмірдің 4-ші бөлімі болады. Яғни соңғы бөлімі сіздерге осы сериалынап жатқанын сенімдімін. Обязательно артыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, подписканы басып, достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыз. Достар, біз сериалымызды бастаймыз. Қыздар әпкетайын. Так, мынау сіздікі ме? Иә, менікі. Бара берсем болады. Рахмет. Әйгерім, қасыжу. Сен барша балақай. Біз киімдерімізді ауыстырып жатақ ертелік. Уже түн болды, шаршап келдік өзімізде. Жарайды онда, мен кеттім. Жақсы онда біз кеттік. Я сөйтіндерші. Мәненге ана кішкентай балаға ұрсып бердің. Дым білмейді ғой ол. Сонда кішкентай бала келіп ұрыспауым керекпін ба? Ұрыспай қояқшы онында. Киімдерімізді ауыстырып жатайық шүкірсін. Шаршап келдім өзім. Вообще-то жеткен емес мынау. Одан да қаладағы емі жақсы еді. Тыныш. Мынау не вообще-то кішкентай баланың ойыншықтары. Вообще-то мынандай ойыншықтар маған керек емес. Менің телефоным. Қазір мен. Так. Мынау менің не? Не уход косметикаларымды алып болғансың. Өзім білемін, сені сұрамаймын. Айналайын. Так, міне менің заттарым, киімдерім. Шашадым әбден. Мыналар жеңіп тастайықшы, шашып кетті. Мыналарды жинау керек. Немене? Шашылып кетті барлығы. Шашадым әбден. Мына жерде тұра берсін. Ал енді қайырлы түн. Уход жасайын, уход косметикаларымды алуды ұмытып кеттім. Жарайды, мен үстіндеге жатам. Қайырлы түн. Әпкем-ай. Ей, ана балалар қайда кетті? Шай ішпей ме? Арқатан тұрып ыстықтай. Білмеймін, әйтеуір киімдерімізді реттейміз деп жатқан. Шаршаң әбден. Не үшін ол әпкелер келді? Әже, осы жаман секілді ғой. Не олай ойлайсың? Әли, олай ойлама. Ол менен үлкен әпкелерің. Просто ана ең үлкен әпкең, өзінше, ана ортаншы әпкең мейірімді. Сол себептен жыламай, көргенде түсірме. Қайта қуанса, әпкелерің келді. Жоқ, мен қуанбаймын. Ана өзінше әпкем керек емес маған. Маған ұрсып берді, ал маған ұрсыққа әпкелер керек емес. Мына баланы ұқтатшы бар. Мына гүлдерді солып қалмай тұрған кезде суға салайық. Жарайды, мен бірінші мына баланы ұқтатып келейін. Сосын суға салып қоямын. Сөйт. Әпке бұл әдіретсізді қой. Тіпті екеуміз жататын бөлмені де алып алды. Тіпті менің ойыншықтарымды лақтырып жіберген ғой. Өзінше әпкем сымақ. Мұндай сөздерді қайдан жаттап алғансың? Бұлай айтуға болмайды. Айтам, мен үйрендім. Менің достарым айтады осындай сөздерді. Қойыңызшы әпке, мен өзіме ұқтаймын, бара беріңіз. Қане, құтырынып кеттің ғой әбден. Келеткен сайын. Әрін деген ұқтаттым ғой. Енді шынымен әпкелерім келіп қуанам ба дейсем, жылайтын түрім бар ғой менің. Ей қыздар, тұрсандар шей. Уже таң азан болды ғой. Қайырлы күн, әже. Қалайсыз, қай ұйықтап тұрдыңыз? Жақсы ұйықтап тұрдым. Сағат әлі 7 ғой. Неге ояттыңыз?
Ой, жетті болса не болыпты, ал бір бәле кетем ал. Тұрыңдар енді, таңғы ас ішеміз. Жарайды ал. Бірақ Альнура тұрмайды. Ол жетіде вообще тұрмайды. Ол сағат 1-2-ге шейін жатады. Не деп тұрсың сен? 1-2-ге дейін жатқан несі? Режим бұзылады ғой. 1-2-ге дейін жатса. Масқара. Одан да тұрғыз тез. Либо өтірік айтып тұрғызасын ба. Короче, тұрғызасын. И потом чай ішіңдер, сосын ауылды аралап қайтасыңдар. Жарайды. Бір бәле етіп тұрғызамын. Бара беріңіз. Сөйтпейсің ба, бәсе? Сен жынсың ба? Неге ояттың мені? Сағат қанша? Өлі. Сағат деген 7, таңғы 7. Еші мені оятқансың. Мені білесің ғой нешеде тұратынымды, 1-2-ге дейін жататынымды. Енді бұл кісілер деген ауылда таңғы 7-де, таңғы 6-да тұрып үйреніп қалғанда, и содан бізді оятқан. Қуасың ба? Тұрса тұра берсін. Не істеймін мен? Мен өзімнің кәдімгідей өзім нешеде тұрамын, өзім білем ғой. Еще менің режимімнің барын құртасың сен. Кетші, мен жаттамын. Тұра тұршы. Айтпақшы, білесің бе? Бүгін біздің ата-анамыз келеді ауылға. Қыдырып келеді екен. Қойшым ба? Болды, оны мен кеттім. Тезірек киінейін. Сөйтсей бәсе. Кеттім, оны қане киім кисем болады мұн жерден. Бәсе, сөйтпейсіңдер ме? Тұрмайсыңдар ма? Ал атам қайда менің? Ауыл тұрады ғой. Беті қолдарын жудыңдар ма, айналайындар? Біз жудық. Жудық қой. Таңсымызды шекші. Айтпақшы, сіздерде интернет бар ма? Ой, интернет бәлелерің бар ғой бізде деген. Көріп жататын жарсың сен қазір. Конечно. Так, жарайды. Wi-Fi пароль дегеніміз қандай? Пароль деген не ол тағы? Ой, андай құпия сөз дейді ғой, соны айтып жатыр. Соны айтып жатырмын ғой. Ой, мұн жерде тұр ғой, қабырғада жазылып. Оқысаңшы. Міне тұр ғой, домашний 01 деп жазып тұр ма? Болды, қайт жазам. Мен жаздым. Қосылды. Мен қосылып алғам, мен былтыр келдім ғой ауылға. Қосылып алғам, мен сөшіңдер келіп жатыр ғой. Күшті ғой. Ауылда дамыт кетті ғой. Дұрыс айтасың. Білесің бе? Кім кепті ғой? Альмира мен Альнура. Келді ғой. Альмираны сағындым, ше. Мен де сағындым ғой. Давайте кеттік, кіреміз ба үйге? Кіріп кеттік, онда әжеге амандасып қайтайық. Кеттік. Қалима, Салима, қалайсыңдар жандарым? Жақсы, өзіңіз шүкір. Алла деп жүрміз ғой сол. Айтпақшы, біз Альмираға келдік. Келіп қапты деп естідік. Қалайсыңдар, Қалима, Салима. Мен сендер сағындым, ше. Біз де сені сағындық қой, жаным. Білмей кеттім ғой. Қане сыртқа, сыртқа шығып әңгімелесейік. Онда кеттік. Айтпақшы, мен саған айтайын дедім. Мен жұмысқа тұрдым хатшы болып. Қой, күшті ғой. Күшті ғой. Бірақ саған айтатын жақсы жаңалығым дейін ба, жаман жаңалық дейін ба. Бірақ жақсы жаңалық біз үшін үшіміз үшін. Бірақ әпкем қуанбайтын шығар. Неге? Мен айтайыншы, мен енді кішкене түсіндіріп айтам да. Айта беріңдер, қайсыларың болсын. Короче, сен ауылға бір жола қалатын болдыңдар. Қойшым ба? Сендердің атаңарың ауылға көшіп келеді екен. Айшең сөйтіп сөйлесіп отырғанын естіп қалдық біз. Сосын мен естіп қалдым да, сосын нағызға айтып бардым, барып жүгіріп. Жақсы болды ғой. Ауылда тұратынымыз
бірақ ше анау Альнура вообще-то қуанар мен соны айтамын, қуанбайтын шығар. Қыздар, мен сендермен таныспаппын ғой, таныс сияқты. Менің атым Қалима болады, ал менің атым Салима. Бәсе, менің атым Альнура, білетін шығарсыңдар. Ой, білеміз ғой. Айтпақшы, сен сенесің бе? Сен бірін күшті нәрсе теңеп тұрмын. Қандай? Или біз кешке қарай үйімізге қайтатын болдық па? Жоқ, олай емес. Қорқып тұрмын, сен қалай айтарымды білмей. Айтшы тезірек. Жарайды. Айта берейін. Короче, біз ауылда бір жолы қалатын болдық. Не? Сен жынсың ба? Бір жолы қалатын болдық. Несі? Мен қалмаймын бір жолы. Түсіндің ба? Жоқ, енді тыңдасаңшы. Короче, кешке қарай біздің ата-анамыз осы ата-әжеміздің ауылына көршіп келеді. Сосын бірге тұрамыз. Кетіңдер, кетті мен жаққа. Қалайсыңдар? Кеш жарық. Анашым, қалыңыз қалай? Біз сіздерді сағынбадық, себебі бір-ақ күн болды ғой. Бір-ақ күн болды оның. Біз бір шешімге келіп, осы ауылға көшіп келдік. Ал заттарыңыз қайда? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіңдер, Салимажан. Сәлем, Қалима, қалайсыңдар? Таңдарың аман сау ма? Уайымдамаңыз, біз есен аман жүрміз ғой, аман сау. Өздеріңіз қалайсыздар? Ауылға көшіп келгендеріңіз жақсы, бұл ше? Айтпақшы, Альнура біле ма біздің келетінімізді? Айттық, уайымдамаңыз. Ол бір жылап қалаға бармаймын, алда қалмаймын деп. Бізді көріп, аң-таң болып алатын шығар, ол қыз. Соны айтам.